Эфирде заман декабрінің 10-чы Қарамышғалынан 1385 күні студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Бүгін Асан Чапух сезонын тиби блокына кечірілмек керек. Сонрай сеуін Ахмеджет хастаханелерінден біріне елай жақ екенлер. Бұны адвокат Айдер Азаматов хабар етті. О сезоға барып реберлігінен корышкен, анда есе тиби ярдым көстерілгенін білдірділер. Шымды адвокат Асан Чапухнен корышмеге тырыша. Сегодня должны его перевести в медблок, обследовать его и рассматривается вопрос о его переводе в одно из медицинских учреждений. Так ли оно или не так, я после того, как встречусь со своим доверителем, узнаю. То есть приходили к нему, не приходили, оказывали помощь, не оказывали. Это я буду знать после того, как с ним побеседую. Кечкен авто Асан Чапух сезода ярамады тахмелерге көре о микроинсультқа ұғыраған. Оның сол тарафы чалышмай қалды. Асан Чапух ноябрінің 23-шінде Ахмеджетте яқаланған 4 қырым татар жемат ербабындан бірі олы. Оларына түрк ватандашындан бойық миқдарда парат алып етуде қабатлайлары. Қырымның Ишғалжи Юқара Махкемесі Сейтумеровнан шикайет аризасына оны беклемей бақты. О ақ қорчелайжы Рустем Камилевнен берабер махкемеге келгенде отырыш біткен екен. Сейтумеровқа махкеме қарарына почта бастасынен йолламаға ишандырдылар. Тақмелерге көре евелсі алынған қарар күчте қалған. Сейтумеровны тақырым Украина незаретінде олғаны вақыт ичтимай ағда япқан язысы үшін 2000 рубленен жезалаған еділер. Был пропущен срок исковой давности. То есть не могли привлекать человека по истечении 3 лет. С 2013 года прошло 4 года. Вот. Срок исковой давности пропущен. То есть налицо факт опять-таки преследования и неправильного отношения к крымским татарам. В российских судах есть такое полномочие заключать судебные решения по, скажем, каким-то правонарушениям, которые были совершены в другой стране, то я хотел спросить у судьи, есть ли возможность тогда в российском суде наказать тех, кто в 1944 году депортировал крымских татар. Қырымның Юқары Рус махкемесі Владимир Балухны евапсынден азат етмеге разы олмады. Ойыңаз февралінің біріне қадар евіні терк етмеге аққы yok. Украина фали Владимир Балух сезода аман-аман бір ел ятып декабрінің бірінден башлап евапсыне кечірілді. Она евінден чықмақ шаатларнен қонышмақ ве интернет қоланмақ ясақтыр. Ярынсе Балухнан давасы Ақшейх район махкемесінде бақылажақ. ФСБ евінде патрон ве патла фалетіні сақлағаны да қабатлай. Балух Ишғалден сон азбарында Украина байрағыны тіклеген еді. Бұндан сон оны тақып етіп башладылар. Август айында махкеме Балухқа 3 ел ве 7 ай апыз жезасына берді. Ләкин даванын текрар бақылмасына yolладылар. Наталья Поклонская арбит жинайетші оларақ махкем етілмелі. Бұл ақта Қырым прокуроры Гюндус Мамедов айтты. Оның білдіргеніне көре Қырым Ишғали вақтында сөзде баш прокурор олған Наталья Поклонскаяның япқанлары арбит жинайет оларақ танылмалы. Поклонская инсан ақыларыны бозайды дей. Гюндус Мамедов тезден оның әрекетлеріне қимет кесежегіні вады етті. Наталья Поклонская esas Украинада ғияби шекілде махкем етілежек. Свыше 100 обвинительных актов на сегодняшний день находится в суде через механизм заочного обвинения. Наиболее известная Поклонская. Да? Поклонская генеральная, но мы тоже эпизод у нас тоже имеется. То, что сделала она, раз уже разговор сошел о ней, то ее действие надо квалифицировать как-никак по-другому, как военное преступление. Режеп Тайып Эрдоған дүнияның Құдысына Филистин пайтақты оларақ танылмасына чағырды. Түркия Жұмхуриятының президенті Истанбулда Ислам Ишбірлігі тешкілятының әжеле топлашуыны бұл биянатнен башлады. Тедбірді 50 мұсылман мемлекет темсілжісі іштірак еті. Эрдоған Дональд Трапның Құдысына Израиль пайтақты оларақ таныма қарарына бұл шекілде жауап берді. Эрдоған Трампның адымыны қанунсыз ве провокатив деп таны. Түркия президенті Израильны террор ве işgalci bir devlet деп adlandırdı. Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından şarttır. İşgal edenle işgal edilen arasında tarafsız kalmak
zulme destek vermektir. Bugün yapılacak olan olağanüstü zirve İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecek. Bu davayı, bu bayrağı hep beraber daha ileriye birlikte taşıyacağız. Рішення американського президента – це найтяжчий злочин і подарунок сіоністському руху. Це безпрецедентне Єрусалимом, наче це місто його власність. Русияға қаршы санкцияларының ұзатылмасы Авропа Бірлігі саммитінде бақылajaq. Бұны Авропа Шурасының президенті Дональд Туск білдірді. Авропа Бірлігінің 2 күнлік саммиті яран Брюссельде башлана. Туск айтқанына көре саммитте Алмания канцлері Ангела Меркель ве Франкистан президенті Эммануэль Макрон Минск анlaşmaları riayet етілмесі ақында есебат бережеклер. Ондан соң Авропа Бірлігінің саммит іштиракшілері Кремльге қаршы иқтисади санкцияларының ұзатылмасына музакире етежек. Олар 3 жыл евелсі Русияның Қырым ишғали ве Донбастаки женг себебінден көрсетілген еді. Меджлис Авропа Шурасының парламент ассамблеясына ресми мұражатнамесіні yolлады. Böylece Rusya егетінің қайтмасына yol бермейжек олалар. Мұражатнаменің метінні Меджлис рейсінің muavini Ахтем Чийгоз сеслендірді. О Стасбургда бұлына. Ахтем Чийгоз Авропа Шурасының баш катибі Турбьерін Яглан тілі көрішмеге планлаштыра. Я сказал, что поощрение действий государства-террориста на территории Украины, которое убивает каждый день тысячи людей, которое издевается в Крыму над нашими соотечественниками и гражданами Украины других национальностей, приведет к тому, что это поощрение способствует дальнейшим ужасам, творимым на оккупированной территории. Я удивился, что там сидели и с российской стороны. Не было абсолютно реакции. Меджлис рейсі Рифат Чубаров қайдеткеніне көре Кремль кележек сене өз векілерін Авропа Шурасынан парламент ассамблеясына қайтармақ үшін Авропа саясетчілеріне бұйық басқы япа. Поки що Росія не зможе повернутися пари, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Бо кримсько-татарська тема, проблема зараз Криму, стан кримсько-татарського народу, він на такій постійній увазі міжнародних таких майданчиків і організацій. Қырым татарларға қаршы олған басқа вейшғалжа әкеметінің япқанларына Киевде музакире еттілер. Украинадаки Америка евінде умуми инсан ақлары биянатнамесінің 70 елғана мұнасебетінің ilk тедбір олып кечті. Мерасимге Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев Меджлис рейсінің муавинлері Ахтем Чийгоз ве Илме Умеров давет етілді. Тынтув, қачыров, апыз жезалары ве қайнавлар. Кремль Қырым ишғалінен разы олмағанларға қаршы бойле тедбірлер алып бара. Бұл ақта Америка Бірлішкен Девлетлерінің Украина елшісі Мария Юванович Америка евінде өз чықышында білдірді. Анда Бірлішкен Миллетлер Баш Ассамблеясының умуми инсан ақлары бияннамесінің 70 елығына бағышланған мерасим олып кечті. Российские спецслужбы развернули широкомасштабную кампанию запугивания для подавления любого несогласия с оккупацией. Их тактика включает убийства, похищения, нападения, исчезновения. Америка евіне давет етілген мұсафірлер сырасында Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсінің муавинлері Илме Умеров и Ахтем Чийгоз да барыда. Учыды сессия мобил солғаныда, олар еменлер Қырымда кавазиетан жақ Қырым Украинаға қайтқан соң Мы за несколько лет до оккупации шутили, что при Украине нам не светит сидеть в тюрьме, вот быть тем таким вот показательным борцом, как Мустафа Ага, потому что нас не посадят. И 10 декабря мы каждый год выходили и говорили о таких правах, как на землю, за язык, о чем мы сейчас говорим в Крыму. Кімсе қанунсыз апске алынамас, яқаланамас, яда
қуыламас. Бұл сөзлер umumiy insan hakları beyannamesinin 9. maddesine aittir. Lakin onu ve halkara vesikada qayd etilgen bir sıra diğer aqna Qırım işgalçilere muntazam surette boza. Qırım tatarlarının lideri Mustafa Cemilov emin ki vaziyetni ancak Qırım yarımadasının azat etilmesi deňiştire bile. Нужно последовательно и масштабно везде информировать людей о том, что в каком состоянии оказался народ в оккупированном Крыму. Люди должны понимать, что у жителей Крыма в условиях оккупации нет будущего, не только у крымских татар. Mustafa Cemilov Aqtemchegos ve Elmi Umerov Qırım Ukraynaga qaytsın dep dünya topluluğunu Rusiyaga qarşı basqını toxtatmamaga çağıralar. Birleşken Milletler Monitoring Missiyasının malumatına göre soňky 3 ay içinde işgal altındaki yarımadada Rusiya hukuk koruyucuları 50'ge yakın Qırım tatarını tuttu. Oksana Gutsel, Asan Eminov, Zaman, ATR. Шымдылық бұл сонки хаберіміз еді эфирімізні бүгін программасы девам етімен істесілеріне невбетеке яйынларымызға қадар салықлашам көрішкенже.